сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Қазақ әдебиеті пәні бойынша онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен парасат пайымы деп аталатын бөлімдегі Талап Сұлтанбековтың көшпелі алтын деп аталатын әңгімесімен, шығармасымен таныс боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі сабағымыздың мақсатына тоқталып кетсек. Көркем шығарма үзінділермен жұмыс жасап, кейіпкерлеріне талдау, саралау жұмыстарын жасау. Бағалау өлшемдері. Талап Сұлтанбековтың көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгімесінің мазмұнын баяндайды, пішінін анықтайды. Талап Сұлтанбеков 1930 жылы Алматы облысының Ақсу ауданында мұғалімдер отбасында дүниеге келген қазақтың жазушысы. Алғашқы шығармаларын спорт тақырыбына арналған. Талап Сұлтанбеков тұңғыш рет қазақ тілінде «Дойбы деген не?», «Дойбы шахмат тоғызқұмалақ» атты көмекші кітап жазған спортшы. Қазақ әдебиетінің тарихында ғылыми фантастика жанрына тұңғыш қалам тартқан жазушы. Ғылыми қиял, яғни фантастикалық жанрдағы қалам тартып жүрген жазушы. Шығармаларының тақырыбы әр алуан. Қазақ әдебиеті тарихында ғылыми фантастика жанры тұңғыш қалам тартқан Талап Сұлтанбековтың кезекті әңгімесі көшпелі алтында оқырмандарға қиялға, арманға жетелейді. Бұл әңгімеде автор өз оқырманын ғылымның табиғи сырына үңілуге, адам миы арқылы оның құдіретті күшін танып білуге, тіпті оны тізгіндеп бағындыруға болатынын айғақтаған. Талап Сұлтанбековтың бұл шығармасы оқырмандарды қиялға, арманға жетеді. Алдыға қойған мақсатына жетуге жол көрсетеді. Бұл әңгімеде автор өз оқырмандарына ғылыми табиғат сырын үңілуге, адам миы арқылы құдіретті күшті танып білуге, тіпті оны тізгіндеп бағындыруға да болатынын көрсетеді. Қазақ әдебиеті тарихында ғылыми фантастика жанрындағы тұңғыш жазып шыққан жазушымыз Талап Сұлтанбеков. Ғылыми фантастика өнердегі дербес жанр ретінде 20 ғасырда қалыптасқанымен, оның қайнар бастаулары ежелгі әпсаналарда, ауыз әдебиеттерінде жатыр. Оған қиял ғажаптық, ертегілік қасиеттер тән. Қазіргі әдебиеттану мен өнертану ғылымында фантастикалық, ертегілік және ғылыми белгілері аражігіндегі ажыратылмаған. Әдебиетте ғылыми фантастика, ғылыми поэзия және ғылыми проза болып екі пішінде қалыптасады. Поэзиядағы ғылыми фантастика жалпы фантастикалық арнадан бөлекше, философиялық әлеуметтік бағыттағы мүмкіндігімен ерекшеленеді. Ғылыми фантастика прозаның барлық жанрында роман, повесть, әңгіме тағы да басқа қарқынды дамып, көркем әдебиеттің арналары саласында айналады. Яғни, ғылыми фантастика өнердегі дербес жанр ретінде бізге 20 ғасырда қалыптасқанымен, оның тікелей қайнары, бастаулары ежелгі әпсаналардан, ауыз әдебиеттерден көргенбіз. Бұл қазақ энциклопедиясынан алынған баяндама. Жасөспірімдерге арналған көшпелі алтын, жүрек тулайды, жұлдызды ат, лұқпан кәкім, тізгін, темір еліне саяхат әңгімелері оқушыны қиялға, арманға жетелейді. Ол өз оқырманын ғылымның табиғи сырына үңілуге, адам миы арқылы оның құдіретті күшін танып білуге, тіпті оны тізгіндеп бағындыруға да болатынын көрсетеді.
жасөспірімдерге арналған жазушы ғылыми болжамдар бағымын асып, оқырманның санасын серпілтер, бағытын жаңартар ой тастайды. Аспан әлеміндегі ізденістердің бәрі тек адам игілігі үшін жасалатындығын танытады. Экипаж мүшелерін жинақтап қайтқан материалдарды өте құнды, аман-есен жерге жетуін бұлжымас борыш ретінде көрсету арқылы қандай да бір зерттеу ісіне адамның жауапкершілікпен қарау керектігін нұсқайды. Жазушы кейіпкерлерді нанымды, тілі жеңіл, шығармада ғылыми терминдердің қолданысы фантастикалық әлемнің мақсат-міндеттерін туындайды. Көптеген шығармасы аспан әлеміндегі ізденістер тек адамның игілігіне ғана жасалатынын танытады. Белгілі бір адам жерге белгілі бір нәрсені жеткізу үшін алдына мақсат қойып, сол мақсатқа жету барысында еңбек етуді сөз етеді. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақта Талап Сұлтанбековтың көшпелі алтын деп аталатын шығармасымен таныс болдыңыздар. Шығармашылығында қарап көрсек те көптеген бағытта жазылған шығармалары бар, яғни спорт жайында, аспан әлемі жайында, соның ішіндегі фантастикалық жанрдағы жазылған шығармалары біршама екен. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі аптаға дейін сау саламатта болыңыздар.